Бүгін Қасым Қайсенов кентіндегі Мұса баба мешітінің ғимаратын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына тапсыру салтанаты өтті. Өз қаржысына салып, бүгінгі күнге дейін өзі иелік еткен мешіт құжаттарын Мусин Қайрат еліміздің бас мүфтиі Наурызбай қажы Тағанұлына тапсырды. Бүгін біз бір игі шараның куәгер болып қатысып отырмыз. Біз осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ғұламалар кеңесінің 30-ші кеңесін осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының аясында шырайлы біздің шығысымыз Өскемен шаһарында өткізіп жатырмыз. Мінекей соның аясында сапар барысында жергілікті кәсіпкер Мусин Қайрат ағамыз өзінің қаражатына салған мешітті, Мұса баба мешітін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қазір құрамына табыстады. Мұса баба мешітінің құрылысы 2007 жылы басталып, 2011 жылы желтоқсан айында аудан тұрғындарына пайдалануға берілген. 10 жыл бойы кәсіпкер мешіттің жағдайын толықтай өзі жасап келгенін айтады. Бүгінгі күн біз үшін де енді өте сондай тебіренді күн, өйткені үкіметке, мұфтиятқа осы өзіміздің салған мешітімізді тапсырайық деп тұрмыз. Халықтың қолдануына. Бүгінде Ұланның үйі мүфтият құрамына тапсырылғанымен, кәсіпкер үлкен аталарының атына берілген мешітке үнемі қарайласып тұрмақ ниетте.